Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздердің назарларыңызға атаулы сөйлем туралы ақпарат ұсынғым келеді. Атаулы сөйлемдердің негізгі ерекшелігіне мыналар жатқызылады. Құрамында бастауыш, баяндауыш болып өзара қатынасқа түскен мүшелері болмайды. Құрамында атау ретінде жұмсалған негізгі тірек мүше болады. Негізгі мүше құбылыстың заттың атын білдіріп, сөйлемнің іргесіне тірек болады. Мысалға, жаз, тымырсық, ыстық деген атаулы сөйлемдерді алсақ, бұлардың негізгі тірек мүшесі бірінші сөйлемде жаз сөзі, екінші сөйлемде ыстық сөзі. Атаулы сөйлемдердің негізгі мүше ретінде жұмсалатын сөз таптары мыналар: зат есім, есімше, тұйықұрай етістік. Атаулы сөйлем құрамында осы негізгі мүшеге бағынғылық қатынаста тұратын басқа мүшелер де келе алады. Мысалы, жаздың ыстық ай, күтпеген жерден жолығу ай дегенде, тірек мүше болып тұрған ыстық ай, жолығу ай деген сөздерге бірінші сөйлемде анықтауыш жаздың деген, екінші сөйлемде қалай жолығуы, күтпеген жерден деген пысықтауыш мүше бағынып тұр. Атаулы сөйлемнің негізгі мүшесі ретінде сын есім, есімше жұмсалғанда олар субстантивтен тұрады, сондықтан септік тұлғаға ие болады. Атаулы сөйлемдегі негізгі мүше көбіне де атау тұлғада тұрады, тірек мүшесі, бірақ сын есім, тұйық етістік негізгі мүше қызметін табыс септік формасында тұрып та атқара алады. Мысалы, жаздың ыстығын, күтпеген жерден келуін. Атаулы сөйлемде бастауыш, баяндауыш болып құрылатын предикативті қатынас жоқ, бірақ сөйлемнің предикативтілігі болады. Бұл сөйлемде тиянақты пікірді білдіреді, ол ойды болмысқа шақ-жақ тұрғысынан қатыстырып білдіреді. Атаулы сөйлемдерге тиянақты синтаксистік форма беретін бұл интонация және контекст немесе мәнмәтін. Сөйлемге тән интонация алып, атаулы сөйлем дара тиянақты формада тұрады. Шақтық мағынасы мағына жағынан жоқ көрші сөйлемдер арқылы білдіріледі. Мысалы, таңертең келе жатыр едім, алдымнан шыға келгені. Алдымнан шыға келгені деген атаулы сөйлемнің шағы, шақтық мағынасы таңертең келе жатыр едім деген көрші сөйлемі арқылы анықталады. Атаулы сөйлемнің жұмсалуына қарай бейнелеу мағыналы сөйлем, эмоциялы атаулы сөйлем, сөгіс тілек мағыналы атаулы сөйлем деген түрлері бар. Бейнелеу мағыналы атаулы сөйлемдерге мысалға түн, шалқыған, ай деген тәрізді сөйлемдер жатса, эмоциялы атаулы сөйлемге күлуін, сөгіс немесе тілек мағыналы атаулы сөйлемдерге қағынған неме, өркенің, өскір, көп жаса деген сияқты атаулы сөйлемдер жатады. Атаулы сөйлемдер грамматикалық түр-тұрпатына қарай негізгі мүшесі атау тұлғалы зат есімнен болған атаулы сөйлем, негізгі мүшесі сын есімнен болған атаулы сөйлем, негізгі мүшесі ғанген, тын тұлғалы есімшеден болған атаулы сөйлем, негізгі мүшесі тұйық етістіктен болған атаулы сөйлем, негізгі мүшесі табыс септіктегі сөзден болған атаулы сөйлем деген түрлерге бөлінеді. Атаулы сөйлемдер мен бас мүшелі сөйлемдер қызметі жағынан да, құрылымы жағынан да өзара тығыз байланысты болады. Мысалы, мезгіл жаз еді, ай жарқырап тұрған деген екі бас мүшелі, яғни екі құрамды сөйлемдер жаз, жарқыраған, ай деген бір негізді атаулы сөйлемдермен мағынасы жағынан бірдей. Немесе жаз, ыстық деген екі бас мүшелі сөйлеммен жаздың ыстық ай деген атаулы сөйлемнің құрылымы бір түрден екінші түрге ауысып жұмсала береді. Атаулы сөйлемдердің грамматикалық сипаты жайылуы, кеңеюі, морфологиялық тұрпатына байланысты болады. Яғни негізгі мүшенің қай сөз дамынан болуына, қандай формада жасалуына тікелей байланысты болады. Тасадан шыға келгенім, шыжыған ыстық. Назарларыңызға рахмет.